Нұрбол, біз кеше сенімен сын есім туралы өткен болатынбыз, иә? Ал бүгін біз сенімен сын есімді жалғастыратын боламыз. Сонымен сын есімнің ережесін қайталап кететін болсақ, сын есім дегеніміз не еді? Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Дұрыс айтасың. Ал оған қандай сұрақтар қоямыз? Қандай, қай? Дұрыс. Ал сен оған мысал келтіре аласың ба? Сұлу, жақсы, қоңыр, таза. Тамаша, дұрыс. Ал енді осы сын есімді алған білімді жалғастыратын болсақ, қазір біз сенімен 60-шы жаттығуды орындайтын боламыз. 60-шы жаттығуда бізде сұрақтар бойынша сипаттау мәтінін құра дейді, иә? Сонымен біз сенімен қазір кімді сипаттайтын боламыз? Түлкі. Түлкіні, дұрыс айтасың. Сонымен түлкі қандай? Түлкі қуан. Дұрыс. Түсі қандай болады? Қызыл сары. Дұрыс. Оның құйрығы қандай болады? Өзін үрпектеп. Дұрыс. Түлкі қандай жерді мекендейді? Орманда жерді мекендейді.